Эрозияны қалай емдейміз? Эрозияны емдеу керек па? Күйдіру керек па? Жалпы эрозияға қатысты сұрақтар өте көп. Бүгін сол біраз сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Жалпы эрозия деген не? Эрозия дегеніміз, қыздар, бұл жатырдың мойны, мына жерде мінекей сау, ешқандай эрозиясы жоқ. Сап-сау жатырдың мойны көрініп тұрса, мына суретте. Ал мына суретте жатырдың мойнының эрозиясы көрініп тұр. Яғни эрозия дегеніміз жатырдың мойнының бетіндегі жара деп айтсақ болады. Жатыр мойнында орналасқан жара. Эрозия деген сөздің өзі жара. Яғни ол асқазанда да жара болуы мүмкін. Эрозия, эрозивный гастрит деп айтып жатады. Яғни жатырда да жара болуы мүмкін. Дәл сол сияқты эрозия шейки матки ол жатыр мойнының бетіндегі жара деген сөз. Енді неден пайда болады осы жалпы? Босану жарақаттары, жыныстық қатынас кезіндегі жарақаттар, жалпы вирустар, воспалительный процесстер, яғни көп себебі бар. Дәл нақты қайсысы екенін оны бір Алла біледі. Сізге ешкім дөп басып айта алмайды. Енді психологтардың айтуы пайымдауы бойынша эрозия шейки матки бұл әйел күйеуімен жыныстық қатынасқа через не хочу, осы әйтеуір ауыз жабылса екен деп өзі қаламай күйеуімен қосылған кезде эрозия шейки матки пайда болады. Яғни жыныс мүшені, членді қарсы алатын шейка ғой, сондықтан шейка ғана головкасы соғылған кезде соған қарсыласып бетінде жара пайда болады деген психологиялық тұрғыдан да әртүрлі теориялар бар. Енді біреу сенеді, біреу сенбейді дегенмен психологтардың пайымдауы бойынша солай. Яғни половой контакт через не хочу вызывает эрозию. Енді қалай емдейміз? Емдердің алдында, қыздар, любой эрозия болған кезде міндетті түрде онкомазок тапсыру керек. Яғни мына Құдай сақтасын жаман ауру бар, рак шейки матки деген бар. Ол да бастапқы сатыларында осы эрозия қарапайым бір жара сияқты басталады. Кейін асқынып, оның уже қанап, қан тоқтамаған кезде біз рак екенін біліп жатамыз. Сондықтан эрозиясы бар қыздардың барлығы онкомазок тапсыру керек. Қазіргі протокол бойынша, яғни дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұйғарымы бойынша эрозияны онкомазок тапсырып, егер раковый клеткалар болмаса, атипия, ешқандай өзгерістер болмаса, дисплазиялар, онда оны емдеудің қажеті жоқ. Әйел жылына бір рет, скрининговый осмотр 4 жылда бір рет, 4 жылда бір рет онкомазок тапсырып жүре берсін деген әңгімені қағидан айтады. Бірақ кейбір жағдайларда эрозияны емдеу керек. Мысалы, половой контакт кезінде қанайды эрозия. Күйеуімен жыныстық қатынаста болады, күйеуінің половой членінің головкасы, яғни жыныс мүшенің, күйеуіңіздің жыныс мүшесінің басы қан болып қалады. Бет албаты да қанауы мүмкін. Сосын эрозия кезінде бір жаман әйел екі қабат болған кезде, мысалы, қанай береді, түсініксіз. Эрозия ма қанап жатқан, болмаса угрозаның кесірінен маткадан қан шығып жатыр ма. Гинекологтар түсінбейді ал болады. Тіпті кейде мазок алып жатсаң, эрозияның бетін тиссең, щеткамен қан шығып жатады. То есть қанап кетіп жатады. Сосын кейбір әйелдер онкофобия болады. Мысалы, Құдай сақтасын, анасы, туысқандар, сестралар рактан қайтыс болған әйелдерде эрозия рак болып кете ма деген қорқыныш болып тұрады. Сондай жағдайларда, өйткені біздің бойымыздағы сенім, ойбай рак болып кетем ба десе, сол нәрсеге келеді ғой. Сондай сенім болған кезде рак эрозиясын емдеп тастағысы келеді. Әрине, ол оның құқығы. Енді бүгінгі таңда қалай эрозияны емдейді? Көптеген свечалар, салковагил сияқты расторлар бар. Бірақ мен өзім тәжірибемде, әр гинеколог әртүрлі қолданады, бірақ свечаларды, расторларды мен қолданбаймын. Неге? Өйткені олар шынымен басында шыққан кезде біз қатты қуандық. Күйдірмей эрозияны емдеуге болады, қандай күшті деп. Бірақ күйдіріп бергеннен кейін, біраз уақыттан кейін 6 ай, 7 айдан кейін қарасаң, эрозиясы қайтадан шығып тұрады. Яғни олар бетке күйдіріп бергеннен кейін, бізде ол жерде многослойный эпителий, көп қабатты жалпақ эпителий, ол түлеу, мысалы біздің денеміз түлейді, сол сияқты түлеу қасиеті бар. Бір заманда ол түсіп қалады, сол кезде қайтадан эрозия шығады. Яғни ол прям терең күймегендіктен. Сондықтан ондай жағдайларда қазіргі медицина бізге плазмалифтинг деген нәрсені ұсынады. Яғни эрозияны өзіміздің қанымыздың сары сумен. Осы қайдан айтып жүрейін ба? Яғни эрозияны өзіміздің қанымызбен емдеуге болады.
бірақ қатты дәу емес, кішігірім эрозияларда плазмалифтинг өте күшті көмектеседі. Сосын плазмалифтинг, қыздар қараңыздаршы, бұл пробиркалардың коробкасы да бөлек, пробиркасы да бөлек. Қазір арнайы ішінде қандай пробирка екенін көрсетем. Көп жағдайларда қыздар арзан жерге жүгіреді. Ой, плазманың бір пробиркасы, мысалы, оригинал пробирка қыздар ешқашан 20 мыңнан бір пробиркасы төмен болмайды. Қазіргі жағдайдағы баға. Кейбір жерде 10 мың теңгеге жасап береді екен деп жатады. Ол жерде мынандай өтірік пробиркалар, қыздар. Кәдімгі лабораторный пробирка, осының крышкасы жасыл түрі болады. Соны алады, крышкасы жасыл күйінде, и осыған жіңішке кішкентай ғана пробирка. И, конечно, бұл Қытайда оптом алған кезде, қыздар, 500 теңгеге де жетпейді бір пробирка. Сол үшін сізге, конечно, 10 мың теңге жасап береді. Бірақ бұдан 1-2 мл сарысу әзер шығады плазма. Ал оригинал бір пробиркадан кем дегенде 4 мл, в лучшем случае 5 мл сарысу шығады. Сол кезде сіз мынадан 10 мың теңгеден, мысалы, 4 пробирка алсаңыз, 40 мың теңге жұмсайсыз. Ал мына оригинал пробирканың мына жердегі біреуінен 20 мыңға алып, сіз 4 мл сарысу аласыз. Есесінде қайсысы тиімді? Оригинал пробирка тиімдірек. Сосын мынау жасанды пробиркалар, қыздар, оның құрамында біздің ағзамызға зиянды заттарды болуы мүмкін. Бұл лабораторияда сізден қан алғаннан кейін лаборатория анықтап, бұл пробирканы лақтыра салу керек. Яғни қанды анықтады, жаңағы реагенттерге қосты, там гемоглобиніңізді, басқа да көрсеткіштеріңді анықтап, оны жаңағы лақтырып жібереді, утилизацияға жібереді. Ал оригинал пробирка, қыздар, мен сіздерге жаңа көрсеттім, бұның коробкасы да бөлек, бұның мынандай упаковкасы да бөлек, және ішіндегі пробиркасы да бөлек. Бұл кәдімгідей жуан пробирка. Пробирканың өзінде плазма лифтинг деген жазуы болады, и еще, қыздар, оның арнайы штрих-коды болады. То есть Қазақстанға кірген кезде әр пробирка өзінің штрих-кодымен кіреді. Бұл оригинал пробирка. Оның құрамындағы мына жердегі ақ дүние осы секрет. Бұны плазма лифтингті медицина енгізген, ойлап тапқан дәрігер ғалым оны патенттеп алған. Яғни мынаның құрамында барлық секреттің бәрі осыда. Біздің қанымыздағы активтендіретін, мысалы, бізді емдейтін дүние қанның сарысуында дедік қой. Соның ішінде витаминдерді, жаңа тромбоциттерді активтендіретін дүние осының құрамында. Яғни секреттің бәрі осыда. Сондықтан оригинал пробиркамен қай жерге бетіңізге салсаңыз да, қазір плазманы гинекологтар эрозияға емдеуге салып жатса, білесіздер, травматологтар буынды кәртеген кезде буындар қозғалмай қойды, аяқ қолдың буындарды емдеуге салады. Стоматологтар бұны қызыл иекке салады, өйткені тісіміз түсіп қалмас үшін, мықты берік болу үшін қызыл иегі қашып кетеді ғой адамның. Вот сондай әсіресе әйел босанғаннан кейін тіске қызыл иекке салады. Косметологтар бетке салады, гинекологтар көтке салады дейінші. Әрине бұны жаңа гинекологтар эрозияны емдеуге және қынаптың тонусын қалпына келтіруге, жасарту, омолаживание дейді, сондай процесс, метаболизмді жақсарту үшін, қоректендіру үшін осы пробирка плазма лифтингті қолданамыз. Қыздар, плазма лифтинг ол өзіңіздің қаныңыздың сарысуын өзіңізге салу. Сөйтіп, біз жаңағы шейканың бетіндегі жараны осы плазма лифтингпен емдеуімізге болады. Бірақ бұл панацея емес, бітті, мен осы плазманы салам, бітті, менің эрозиям кетіп қалады деген сөз емес. Кішігірім эрозияларда, немесе үлкен эрозияны кішірейту мақсатында біз плазманы қолданамыз. Әркімге әртүрлі схема болады. Әр дәрігердің өзінің тәжірибесінде қолданатын схемалар болады. Мысалы, біреуге біз 14 күн сайын кел деп айтамыз, басқа біреуге күн ара кел деп айтамыз. То есть әр гинекологтың өзінің емдеу тактикасы, методикасы болады. Плазма лифтингпен айтайын дегенім, яғни бұл ешқандай химия емес, ешқандай күйдіру емес, ең күшті әдістердің бірі. Тіпті үлкен эрозияларды күйдірудің алдында плазмамен кішкене емдеп алып, оны кішірейтіп барып күйдіруге де болады. Әрине күйдіру әдісі де бар. Сосын адамдар сұрап жатады, қандай радио толқындармен күйдіру бар, лазер толқынмен күйдіру бар, тоқпен күйдіру бар да. То есть әр гинеколог өзіне ұнайтын методпен күйдіреді. Күйдіру қандай тәсілмен, тоқпен, лазермен, радио толқындармен күйдірсеңіз де бәрі күйдіру. То есть клеткаларды күйдіру, өзгеріске ұшыраған клеткаларды күйдіру арқылы ол қабыршық болып түсіп қалады да, астынан новый ткань өсіп шығады. Методика соған негізделген. Енді емдеу тәсілін әр пациент өзі таңдайды, ешкім сізді зорлауға құқы жоқ. Тіпті онкомазок тапсырып емдетпей рак шыққанға дейін жүре берсеңіз де өз еркіңіз. То есть рак шықпайса,
емдемей, жаңа күйдірмей жүре берсеңіз де өз еркіңіз. Бүгінде бізде медицинада, то есть пациент өз өміріне жауапкершілікті өзі алады, иә. Өйткені осындай емдеу тәсілдері бар, және әркімге ол әртүрлі әсер етеді. Мысалы, біреуге плазма салдық, вау, күшті, 3-4 процедурадан кейін уже эрозия жоқ болып кетеді. А біреуге 7-8 процедурадан кейін де әлі эрозиясы бар болып тұруы да мүмкін. То есть бұл жерде индивидуальный подход. Вот солай, қыздар. Енді эрозия деген шынымен де көпшілік әйелде кездеседі. Және эрозияларыңыз бар болса, емдедіңіздер ме, емдемедіңіздер ме? Және онкомазок тапсырып жүрсіздер ме, иә? Жылына бір рет қалыпты жағдайда эрозиясы бар әйелдер онкомазок тапсырып тұру керек. Және егер гинеколог керек деп тапса, кольпоскопия тәсілін, сөзге ары қарай гинеколог бәрін түсіндіріп айтады. Не істеу керек, не қою керек. Бірақ эрозияны жайбарақат, менде эрозия бар ғой деп жүре беруге тоже болмайды. Өйткені біздің жыныстық органымыз, оны біз көзбен күнде көріп отырмағандықтан, мысалы, сыртқа терге бірдеңе шықса, біз оны көреміз үлкейгенін, ал енді біздің өзіміздің қынабымыздың ішінде орналасқан, ар жақта орналасқан шейканы көре алмағандықтан, гинекологқа хотя бы жылына бір рет барып, онкомазок тапсырып отырды, ұмытып кетпеңіздер. Эрозия бар болса да, жоқ болса да, өзіміздің органдарымызға күтім жасап, профосмотрдан өтуді ұмытпаңыздар. Ал 4 жылда бір рет обязательно өкіметтен сіздерге қаражат бөлінеді. Қай больницаға тіркеліп тұрсыз, сол больницаға барып, тегін онкомазок тапсыруға құқыңыз бар. Сондықтан құқықтарыңызды қолданыңыздар, обязательно онкомазок тапсырып, гинекологтың тексерісінен өтіңіздер. Эрозия бойынша консультация алам десеңіздер, бізде онлайн немесе офлайн форматта консультация бар. Осы жердің төмен жағына, тіпті осы видеоның астына қазір номер қойып қоям. Сол номерге WhatsApp-пен хабарлассаңыздар болады. Күтеміз.